Неге мен қабылдауда пациентке қағаз беріп сағат салдырамын? Бұл жай ғана сурет емес. Адамдар таңғалады, не үшін деп. Осы қарапайым тест арқылы мен мидың бірнеше маңызды функцияларының жұмысын тексеремін. Бірінші, есте сақтау, назар аудару, ойлау жылдамдығын, кеңістікті қабылдау. Сағат салған кезде ол шеңберді дұрыс сызды ма, сандарды дұрыс орналастырды ма, сағат тілін дұрыс қойды ма деп бағалаймын. Бұл не үшін? Бұл деменцияның бастапқы симптомдарын білу үшін. 50 жастан асқан кейін деменцияның пайда болу қаупі өседі. Әр 5 жыл сайын деменция 2 есеге артып жатыр. Егер деменцияны ерте сатысында, бастапқы стадияларында анықтап дұрыс ем берсек, мидың когнитивтік функцияларының, мидың ойлау қабілетін сақтап қалуға болады. Пациент сапалы өмір сүреді. Сіздің апаңыз, атаңыз сағат сала алады ма? Сағат салдырып көріңіздер. Айтыңыз, сағат 10-нан 10 кетті, соны белгілеңіз деп. Қалай салды, соны комментарийге жаза кетіңіздер.